Сәлем баршаңызға, сіздермен осындай трикотажды корзина тоқитын боламыз. Бұл корзина менде ағаш тақтайшадан және де трикотаж жіптерден тоқылған екі түрлі сары және де ақ түсті трикотаж жіптер менде негізі 100 метрден тұрады. 100 метрдің өзі екі корзина тоқуға жетеді. Одан кейін бізде ілмекпіз 6 мм немесе 5 мм алсаңыздар болады. Сосын ағаш тақтайшаның мен табан қолдандым бұл жерде. Енді біз ең бірінші сары жіптен бастаймыз. Бізде ағаш тақтайшаның астыңғы жағы әдемі көрініп тұру үшін біз өрімдер жасаймыз. Дәл осылай жібімізді іліп аламыз. Одан кейін келесі шеңберге тоқитын боламыз. Сосын бізде міндетті түрде мынандай қалған жіпті, мысалы бізде запас жіп қалдырып қоямыз, ол 20 сантиметрде қалдырасыздар. Сосын дәл осы видеодағындай өрім жасап шығамыз. Ол бізде жаңағы жұмыс жіппен болады. Ал қалған жіп бізге бағанды тоқуға керек болады. Дәл осы видеодағындай өрімдер жасап шығамыз. Өрімдерді тоқу арқылы соңына дейін осы бағаның соңына дейін тоқисыздар. Бағаның соңына келгенде де ешқандай қоспай дәл осы күйде тоқи беретін боламыз. Жіпті алып, жұмыс жібімізді алып, ары қарай соңына дейін өрім тоқып шығамыз. Енді мен соңына келдім. Соңына келген кезде бұл жерде бізде қалдырған жібімізді қолданатын боламыз. Жұмыс жібі емес, қалдырған жібімізді. Бір шеңбер қалған кезде қазір қалдырған жібімізді іліп алып, келесі мына соңғы бірінші бастаған өрімге астыңғы жағынан іліп тоқимыз. Астыңғы жіп кішкене қатты болуы мүмкін. Іліп алып, одан кейін соңғы жіптің ортасынан өткізесіздер. Оны астыңғы жағына тартасыздар. Дәл осы видеодағындай көрсетіп өттім. Кішкене қиын болуы мүмкін, бірақ та негізі тоқылу өте оңай корзина болып келеді. Бұлай істеген себебіміз біздің корзина қай жеріне қосылған білінбес үшін, әдемі болып көріну үшін. Енді біз корзинамыздың бағандарын тоқитын боламыз, яғни стенкаларын, қабырғаларын тоқитын боламыз. Ол үшін біз қайтадан жұмыс жібімізді аламыз. Жұмыс жібімізді кез келген жерінен бастаймыз. Өздеріңізге ыңғайлы жерден бастасаңыздар болады. Өрімдердің тоқыған жерден әрбір шеңберге тоқып шығамыз. Дәл осы видеодағындай жібімізді бір іліп алып, тоқып шығамыз. Әрбір шеңберге бір-бірден тоқимыз. Ал біздің қалдырған жібіміз ол қала береді солайынан. Оны әлде көрсететін боламын. Дәл осылай әрбір шеңберге бір-бір бағаннан тоқып шығатын боламыз. Және де бұл жерде тек ерекшелік бұрыштарына келген кезде ғана. Бұрыштарына келген кезде біз 3 баған тоқимыз. Айналым жасаймыз, яғни келесі қабырғаға айналым жасаймыз. Әрбір бағанға бір-бірден, ал бұрышына келгенде 3 баған жасау керек. 1, 2, 3. Енді келесін бір-бірден тоқып шығамыз. Бұрышына келгенде 3 тоқимыз. Әрбір бұрышқа 3-3-тен тоқып, ең соңында келгенде білдіртпей жаңағы қалған жібімізбен аяқтайтын боламыз. Әрбір бағанға бір-бірден. Келесі бағандарға бұрыштарына тек 3 тоқисыздар. Мына жерде мен соңына дейін келдім. Соңында бізде әдемі көріну үшін ең соңғы шеңберді бірінші жұмыс жібімізді іліп алып, қалғанын дәл осы видеодағындай қалғанын бізде қалдырып қойған жібімізді алып, келесі бірінші бастаған жерге астыңғы жағынан іліп алып, білдіртпей осылайна жасырамыз. Дәл видеодағындай асықпай тоқтатып көрсеңіздер болады. Астыңғы жағынан алып, жасырамыз. Яғни бұл жерде бізде баған қабырға әдемі көріну керек, және де қай жерден басталып, қай жерден аяқталғаны көрінбейтіндей болады. Өте әдемі шығады. Енді
келесі бағанға көшеміз. Келесі бағанда бізде де жұмыс жіппен бастаймыз. Қалған жіп именно осы аяқтаған кезде керек болады. Кез келген жерден бастасаңыз болады. Дәл жаңағындай бағандар тоқып шығамыз. Бұл жерде енді бұрыштарына үшеу емес, барлық жерге бір-бірден тоқимыз. Бұл жерде байқап тұрғаныңыздай галочка дейді ғой, галочканың ортасынан тоқисыздар. Галочканың ортасынан барлық жерге бір-бірден бұрыштарына үшеу емес, бір-бірден тоқып шығамыз. Мына жерде мен бұрышында қалай тоққанымды көрсетіп өтемін. Яғни әрбіреуіне бір-бірден тоқып өтеміз. Галочкаларды араларын ашып, кішкене қиындау болуы мүмкін, қатты болуы мүмкін, бірақ та тоқуға болады. Мен бұл жерде 5 мм бізге ауыстырған болатынмын. Соңына дейін тоқып шығамыз. Ең соңында біз жаңаға қалдырып қойған жібімізбен аяқтаймыз. Жұмыс жібімізді іліп алып, жаңа бірінші көрсеткендей қалдырып қойған жібімізбен аяқтаймыз, әдемі көріну үшін. Дәл осы видеодағындай жазсаңыз, әрбір бағанды біз осылай аяқтаймыз. Енді біз өрнекті тоқуға кірісеміз. Негізі бұл өрнекті менде дөңгелек корзинаны тоқыған кезде көрсеткен болатынмын, алдыңғы видеомда бар. Бірақ та дәл осы өрнекті мен осы корзинаға да қолдануды жөн көрдім. Енді біз өрнекті тоқимыз. Бұл жерде әрбір галочканың ортасына, яғни бірінші галочкаға біз 2 рет тоқимыз. Енді бір галочканы тастап, келесі галочкаға тоқимыз. Бірден 2 тоқимыз. Одан кейін тағы да біреуін қалдырамыз да, келесіне 2 галочка тоқимыз. Негізі бұл құсбелгі деп аталады. Бірақ та сіздерге түсінікті болу үшін мен галочка деп жатырмын. Дәл осылай біреуін қалдырып, келесіне тоқып отырасыздар. Бұл жерде де барлығына, жаңа 4 бұрыш болса да, барлығына дәл осылай тоқисыздар. Біреуін қалдырып, келесіне тоқисыздар. Бұрышына келген кезде де дәл солай. Қазір мен мына жерде тоқып қойдым. Екеу, енді біреуін қалдырып, келесін тоқимын. Келесіне сразу екеу, бір галочканың ішіне 2-ден тоқып отырасыздар, біреуін қалдырып отырасыздар. Бұл біздің өрнегіміздің бірінші бағаны болып табылады. Соңына дейін өзіміз осылайдан тоқып шығамыз, біреуін қалдырып, келесіне тоқып отырасыздар. 2 реттен, Егер де сұрақтарыңыз болса, түсінбей жатсаңыздар, маған комментарийға жазсаңыздар болады. Бұл жерде де дәл солай аяқтаймыз, яғни біреуін қалдырамыз, келесіне тоқимыз, сосын бізде мынайды бір галочка қалады, ол қалу керек. Енді біз жіпті аяқтауымыз керек, ол үшін біз қалған жіппен аяқтайтын боламыз. Бағанағы бағанда көрсеткендей
Және де осы видеода анық көрініп тұр қалай аяқтап жатқаным. Кішкене тартыңқырап, одан кейін түзелеп отырсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз болса, маған астына комментарийға жазсаңыздар, сіздерге жауап беретін боламын. Дәл осындай болып шығады. Әдемілеп түзелеп отырамыз. Корзинаны қаншалықты қатты тоқисыз, соншалықты түзу болып шығады. Бірақ кейде қатты тоқығаннан ішке қарай кіріп кетуі мүмкін. Сол себепті өзіңіз барлығын бірдей қылып тоқу керексіз. Енді біз ақ жіпті қосамыз. Ақ жіпті да кез келген жерден қоссаңыздар болады. Бұны біз қосқан кезде жаңағы 2 реттен тоқыдық қой. 2 галочка тоқыдық, соның именно екіншісіне өткіземіз. Бұнда да галочка қап тоқимыз, және де дәл жаңа сары өрнектегендей тоқып шығамыз. Бұл жерге біз біреу тоқимыз, одан кейін біреуін қалдырып, келесіне 2 галочка тоқимыз. Біреуін қалдырамыз, келесіне 2 тоқимыз. Бұл ақ жіпте де сіздер кішкене қалдырасыздар. Онда да 20 сантиметрде қалдырсаңыздар болады, кейін артығын кесіп, жасырып қоясыздар. Дәл осылай тоқи береміз. Яғни біреуін қалдырып, келесіне 2-ден. Біреуін қалдырып, келесіне 2-ден тоқып шығамыз. Айналдырып тоқып шығамыз. Соңғы жағына келген кезде дәл сары жіпті бітіргендей, бұнда да жаңағы қалған жіппен аяқтаймыз. Сары жіптің үстінен тоқи береміз. Ол бізде білінбей кетеді. Біреуін қалдырып, келесіне тоқимыз. Бұл жерде мен сіздерге көрсеткім келгені, ақ жіпті ең бірінші мен бір ғана галочкадан бастап тоқыған болатынмын. Енді оны 2 қылу керек. Сол үшін ол жерге ең соңында біреумен аяқтайтын боламыз. Бір галочканы тоқып, келесіне 2 тоқисыздар. Қалдырып, келесіне 2 тоқисыздар. Бізде өзі мына жерде бір галочка қалды. Енді ақ жібіміз, басталған жібіміз біреу ақ болып қалды. Сол себепті оның жанына тағы біреу тоқып аяқтау керек. Біреуін жұмыс жібімізді іліп алып, соңын қалдырған жібімізбен аяқтайтын боламыз. Әдемі көрініп тұру үшін, қай жерден қосылғаны білінбес үшін. Дәл осы видеодағындай тоқимыз. Енді келесі бағанымызда дәл осы ақ жіппен тоқимыз. Бағана түсіндіріп өткендей бірінші емес, екіншісіне тоқып отырасыздар. Яғни біреуін тоқыдық. Енді біреуін тастап, келесіне 2 тоқимыз. Жұмыс жібімізді іліп алып, 2. Енді тағы да бір галочканы тастап, келесіне 2 тоқимыз. Дәл осы видеодағындай асықпай тоқып көрсеңіздер болады. Негізі бұл өрнек енді соңына дейін осылайынан қайталанады. Соңғы жағында біз жұмыс жібімізді қалдырдық қой, және де осы бір ғана галочка тоққан болатынбыз. Соған тағы біреуін тоқып, жұмыс жібімізді іліп алып, соңын қалған жібімізбен аяқтаймыз.
түсінбей жатқан жерлеріңіз болса, маған осы комментарийге жазсаңыз болады. Содан кейін бізде осы қабырғаларын әдемілеп түзелеп отырсаңыздар болады. Себебі әр тоқыған сайын бәрібір кішкене майысады. Тоқығаннан кейін толықтай қолмен түзелеп шығасыздар. Енді келесі жібіміз бізде сарыдан тоқимыз. Дәл осы ақты тоққан сияқты бірінші емес, екіншіден тоқимыз. Ол үшін жұмыс жібімізді алып, бір галочка тоқимыз. Келесіне біреуін тастап, келесіне 2 галочка тоқимыз. Дәл бағанағы өрнек қайталанады. Біреуін тастап, келесіне 2-ден тоқып отырасыздар. Дәл осылай өзіміз соңына дейін тоқып шығамыз. Ақ жіптің үстінен тоқи берсеңіздер болады. Ешқандай да білінбей кетеді. Енді соңына келгенде бізде қалған жіп бар, одан кейін біз мына жерде бір галочка тоққандықтан соңында тағы бір, дәл осы бір галочканың жанына тағы біреу тоқып өтеміз. Жұмыс жібімізбен аяқтаймыз. Жұмыс жіпті бастағанда 20 сантиметрде қалдырсаңыздар болады. Жетпей қалғаннан гөрі артылып қалса, сіздер оны кесіп тастай аласыздар. Ал жетпей қалса, кішкене қиындау болып қалады. Дәл осылай әдемілетіп аяқтаймыз. Келесі бағанымызға көшеміз. Келесі бағанды қайтадан ақ жіппен тоқимыз. Дәл бағанағы өрнектер қайталанады, яғни бірінші бастағанда бір галочкадан бастаймыз, оны екінші, жаңағы екі тұрған галочканың екіншісіне тоқимыз. Әр біреуіне 2-2-ден тоқып шығатын боламыз. Соңында қалдырған жіппен аяқтайтын боламыз. Дәл осы өрнекті толықтай соңына дейін осы өрнекпен тоқып шығатын боламыз. Мен соңына келдім. Соңында бағана көрсеткендей соңғы галочканы тоқимыз біреуіне. Жұмыс жібімізді іліп, қалдырған жібімізбен аяқтаймыз. Қалдырған жібімізді біз одан кейін жасырып тоқып жерсек болады. Бізде ақ жіптен кішкене ғана қалды. Енді ақ жібімізбен тағы бір баған тоқып шығамыз. Бағанаға дәл осы өрнекті жалғастырамыз. Енді бізде соңғы қалдырған жібіміз жетпейді, сол себепті біз ақ жібімізді кесіп аламыз. Енді келесі жіп бізде сары жіп болады. Бұл ақтан соңғысы. Қалған кішкентай жібімізді жасырып қоямыз, жасырып тоқимыз. Бізге әдемі етіп аяқтау керек, сол себепті жібімізді кесіп, соңғы мына беткі өрімдерін білдіртпей әдемі етіп жасырып қоямыз. Бұл жерде кішкене қаттылау тоқығандықтан ілмекіміздің кіруі де қиын болады. Ендігі жіп бізде сары, дәл бағанағындай узормен тоқып шығамыз өрнекпен. Ақ жібімізді арасына жасырып өтіп тоқимыз. Бірінші біреу, одан кейін 2-2-ден. Әрбір екінші галочкаға.
біздің жасырған жібіміз көрінбейді. Енді бұл жерде біз соңына дейін келдік. Соңында бізде қалған сары жібімізбен аяқтаймыз. Бұл жерде кішкене ғана қалған болатын. Енді бұл қалған жібімізді астына дейін жасырып тастаймыз. Сіздер қалауларыңызша тағы бір баған қоссаңыздар болады. Мен бұл жерде осы ұзындықты жөн көрдім. Және де қалған жібімді жасырдым. Дәл осылай ішкі жағынан ілмек бізімізбен жасырып қоямыз қалған жіпті. Ешқандай түйін, ештеңке болмайды. Барлығы әдемі, аккуратно көріну үшін. Енді бұл жібіміз біздің корзинамыз қаттырақ болу үшін біз өрнектер, өрімдер тоқып шығатын боламыз. Яғни шеткі жағына өрімдер тоқимыз. Қазір видеода көрсетіп өтемін. Дәл осы видеодағындай әрбір бағанның шеткі жағына тоқып шығамыз өрімдерді. Жібімізді іліп алып тоқимыз. Әрбір бағанға тоқып шығамыз. Бұл фиксация дейді ғой, яғни кішкене қаттырақ ұстайды. Біздің корзинамызды және де жайылып кетуден кішкене қорғап тұрады. Одан кейін әдемі көрінеді. Одан кейін жібімізді аяқтаймыз. Соңғы әдемі көріну үшін соңғы жібімізді тартып алып, бастаған жібіміздің өрімнің ортасынан астыңғы жағынан алып өтеміз. Яғни бағанағы жасырып өткендей болады. Одан кейін соңғы өрімнің ортасынан астыңғы жағынан тартып аламыз. Енді бұл жібімізді біз бағанағы жасырған жібімізде жасырып қоямыз. Сосын корзинамызды қолмен әдемілеп түзелейміз. Жібімізді, қалған жіптерді жасырамыз. Корзинамыз бізде өте әдемі болып шықты. Ешқандай артық еш нәрсесі жоқ. Және де өте аккуратны болып шықты. Қалған жіпті жасырып қойыңыздар. Корзина қатты тоқылғандықтан бұл жіптер шығып кетпейді. Дәл осылай әрбір бағанның ішкі жағынан жасырып қоясыздар. Егер де сұрақтарыңыз болса, маған астыңғы комментарияға жазсаңыздар, мен сіздерге жауап беретін боламын. Әлде тағы да мастер-класстар болады, Алла қаласа. Егер де сізге қызық болса, маған лайк басып, подписка жасап кетсеңіз. Біздің корзинамыз дайын. Бұл корзинаға кез келген түрлі нәрселерді салып, сыйлыққа берсеңіз де болады. Соңына дейін көргеніңізге рахмет.